Сәлем құрметті көрермен. Бұл видеода сізге петличный микрофон жайлы айтатын боламын. Қазіргі кезде видео контент барлық блогерлер, ютуберлер және бизнесі бар кәсіпкерлерге керек. Бұл заман талабы. Инстаграмдағы таргеттік рекламаларға зер салып қарасаңыз, видеолардың дауысы сапалы болу үшін киіміне петличный микрофон іліп алады. Міне дәл осындай сияқты. Сол арқылы видеоның дауыс сапасы жақсы шығады. Байқасаңыздар, мен де әр видеомда петличный микрофон пайдаланамын. Егер микрофон пайдаланбай сөйлейтін болсаңыз, дауыс шаңғырығы қатты шығып, даусыңыз онша естілмейтін болады. Менің қазір пайдаланып отырған микрофоным Boya микрофоны. Бұл Boya M1 микрофонның ұзындығы 6 метр. Қазір бұны жинап көрсететін болам. Мына камераға осылай жалғанады. Камераға жалғанған жерін мен изолентамен байлап тастадым, себебі бұл 6 метр болғаннан кейін кей кезде аяққа ілініп кететін моменттер болады. Сол кезде тартқан кезде үзіліп кетпеу үшін осы жерде қабаттап байлап қойған болатын. Сапасы өте жақсы, өзінің бағасына тұрарлық. Мінекей достар, менде петличный микрофонның екі түрі бар. Оның бірі 1 метрлік jum.kz-тен алғанын, яғни AliExpress сияқты сайт jum.kz. Бағасы 500 теңге болатын. Қазіргі кезде 500 бен 1000 теңгенің ортасында болу керек. Сапасы бұл кезде телефонға байланысты болады. Мен мысалға осы iPhone-мен бірге қолданам. Бірақ iPhone-да менде мынандай 3,5 мм разъем жоқ. Сол үшін де мен iPhone-ға арналған мынандай переходник пайдаланамын. Себебі iPhone-да мына Lightning разъем. Бірінші осыған салып аламын. Одан кейін 3,5 мм-ді осыған салатын боламын. Дәл осылай iPhone-ды микрофон ретінде пайдаланамын, диктофонға жазып. Егер де сізде Samsung немесе Xiaomi телефоны болатын болса, сіздерге осы 3,5 мм-лік переходниксіз бола береді. Егер де сізде жаңадан шығып жатқан Samsung немесе тағы да басқа телефон болатын болса, осындай Type-C разъемға да переходник болады. Міне екінші жағы 3,5, мына жағы Type-C. Осыны жалғап аламыз. Және қазіргі Samsung телефондарға болады осылай. Дәл осылай пайдалануға болады. Сапасы телефоныңызға байланысты жақсы. Мен арасында пайдаланамын, дәл осылай қылып тұрып. Ал екіншісі, қазір көп қолданып жүрген микрофоны, петличный микрофон, жаңағы айтқаным Boya M1 моделі. Бұның бағасы қазіргі кезде Kaspi.kz-те 3,5-4,000 теңгенің жобасы болу керек. Бұның ұзындығы 6 метр. Бұл ішінде сіздің дауысыңызды өзі обработка жасайды. Мына жақта екі түрі тұр. Камераға арналған және сонықтар смартфонға. Сосын өшіру. Қазір ішін ашып көрсетейін. Міне ішінде осындай батарейка болады. Осы батарейка арқылы сіздің дауысыңызды реттейтін болады. Егер осы батарейканың қуаты аз болатын болса, сіздің дауысыңыз осы микрофондағы, дәл мынандай микрофондағы качествоға сәйкес болып қалады. Бұл жерде ең бастысы осы батарейкаға байланысты. Осы батарейканы ауыстырып жүрген дұрыс. Съемкаға барған кезде запасны алып алғаныңыз дұрыс. Осы микрофон, егер де сіз жақсы качествода запись жасаңыз келсе. Достар, арнаға тіркелуді және осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.